Барлықтарыңа сәлем достар, қазіргі таңда тыйым салынған ойындар көбеюде. Тыйым салынса да оны тыңдап жатқан адамдар кем деген. Ендеше мен бүгін сіздерге ойнап жүрген, бірақ оны тыйым салынған білмеген ойындар жайлы айтатын боламын. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл бізге каналдың дамуына көмектеседі. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші ойын бізді бәріміз білетін Mortal Kombat ойыны. Mortal Kombat өзінің әділетті жекпе-жегімен және қандылығымен, қатыгездігімен танымал. Бұл ойын адамдардың бөлшектеп, қинау әрекетімен көптеген елдерде тыйым салынған. Келесі Among Us. Бұл ойынның ешқандай қатыгезділігі жоқ. Бірақ бұл ойыннан бір қыздың суицид жасалғаны белгілі болған соң, көптеген елдерде тыйым салынды. Бірақ қазіргі таңда кез келген адам Google'дан тартып ойнай алады. Тек iPhone сайтындар бұл ойынды ойнай алмайды. Сендерге жаным ашын деді. Ұлықсыңдар. Fallout 3 ойыны журналистер анықтағандай тыйым салуға басты кейіпкердің әртүрлі нәрселерге қол жеткізу үшін есірткі қабылдау қабілеті себеп болған. Fallout 3-те шприцтер, таблеткалар, таблетка бөтелкелері және кейіпкерлік қолына бекітілген арнайы инъекциялар, құрылғылар бар болғандықтан көптеген елдерде тыйым салынған. Bully ойыны. Бұл ойында жасөспірімнің мектептегі оқиғасы туралы басты кейіпкердің тәртібін дұрыстауға директор, мұғалімдер тырысады. Бұл ойынның тыйым салынған себебі ережесіз төбелес, қатыгездік, бірін-бірін бұлып салу деген секілді себептер болды. Келесі ойынды ойнамасаңыздар да естулеріңіз бар деп ойлаймын. Postal. Бұл компьютерлік шутер ойыны. Ойынның тыйым салуына жануарларға қатысты қатыгездік пен зорлық-зомбылықты жоғары деңгейде болуы себеп болды. Ал ендеше достар, бұл ойындардан кем дегенде біреуін ойнаған болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Егер де тағы да осыған ұқсас видеолар түсіргенімді қаласаңыздар, қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео түсірейін жазып кет. Міндетті түрде оқимын. Сау бол.